Бәрін өзгертем. Я, жалпақ көпшілікке айтыскер ақын болып танылған Ринат Зайытов Инстаграм желісінде пост жариялады. Ол өз постында: армысыздар туысқандар, бүгін ресми парламент мәжілісінің депутаты атандым. Әуелі жаратушы, сонан соң халықтың қолдауы. Ендігі кезекте сол сенімді ақтау керек. Бұйырса, алдағы уақытта әлеуметтік желіде әрбір қадамымды халыққа хабарлап жасайтыным анық. Саясаттанушы сымақтардың айтып жатқан шала болжамдары мен негізсіз айыптарына тек іспен жауап беремін. Ескерте кететін бір нәрсе бар: жаңа парламент бір күнде жаңа мемлекет орнатпайды. Сондықтан кез келген депутатты жасаған жұмысына қарап талқылауларыңызды сұраймын. Егер бізге айтар ұсыныстарыңыз болса, түсінікті тілде жазып жолдап отырыңыздар. Құттықтауларыңыз емес, тілектеріңізге мұқтажбын. Сәттілік тілесеңіздер бақыттымын, жан-жағыма қарасам, жалғыз емес сияқтымын. Жаратушы жар болғай, деді Ринат өз сөзінде.